Танат Айдарбеков деген, оның орынбасары Қасбақбаев деген, оның орынбасары руководитель аппарата кім Аслан Қасымбаев деген. Осы Аслан Қасымбаевты кеше мен видеодан оқып шықтым. Мен былтырдан бері жазып жүрмін. Былтыр Әбдіханов деген болған әкім. Қылмыскер нағыз. Мені соттаса қазір сотта жіберсін. Түнгі сағат 3-те кеп, белгісіз біреу, менің күдігім Әбдіханов, Аслан, жаңағы кім, Қасбақбаев, үшеуі күдік, депутат бар, Егібаев. Мына тамырымды қойып мына жерден, хорошо, что врачтық хирургтың өзі айтты, аға, не кішкене ары қарай барған кезде тамырды үзіп кететін еді. Сегодня мы встречали людей, которые говорят, им постоянно угрожают. У нас сегодня был даже Аташка старый, он уже в пожилом возрасте, говорит, даже ему ножом горло поставляли. Я Аким району маған келіп айтқан жоқ ешкім, что угрожает, что полиция этим не занимается. Если такие случаи есть, конечно, мен өз ретінде. То есть у вас не было никогда таких? Нет, никто ко мне не заходил, не жаловался. До сегодняшнего дня, до этих вот случаев, вообще келген жоқ. Сейчас, да, где-то айтып жатыр, не етіп жатыр, оны кезінде неғып айтпаған, если действительно такое было. Талғар ауданының әкімі Танат Айдарбековтың осы жақында берген бір журналистке сұхбатында мен Талғар ауданының ақсақалының тамағына пышақ тағағанын білмедім. Ол келгенде ол кісі маған арыз айтып келген жоқ деп айтты. Бұл өтірік. Талғар ауданында маған жасап жатқан қастандықты бәрін Айдарбеков, Қасбақбаев екеуі біліп отыр, және осы қылмыстық істі ұйымдастырушы деп есептеймін Айдарбеков пен Қасбақбаевты. Сондықтан да мен мінекей мынау 2024 жылдың август айының аяғында 25-26-ларында мен жалғызілікті пикетке Астанаға келгем. Соны мен сіздерге назарларыңызға ұсынып отырмын. Ауданда, Талғар ауданында өкігі жоқ дегені өтірік. Мен тағы да айтамын. Бұның барлығын ұйымдастырып отырған прокуратура аудандық. Бұның барлығын аудандық полиция бөлімінің басшысы осының бәрін біледі, барлығын ұйымдастырып отыру мүмкін. Неге мен осы сөзді айтып отырмын? Өйткені менің жазған арыздарымның барлығы аудан прокурорына, полиция бөліміне бірде-бір арызым қаралған жоқ, керісінше жоғалып кетіп жатыр. Сондықтан да бұдан да басқа менің видео жазбаларым бар. Мен тағы да айтамын, Талғар ауданында ұйымдасқан қылмыс бар, барлығы бір-бірін жасырып отыр, барлығы бір-бірін бізге қарсы жұмыс істеп жатыр. Бұл қылмысты тағы да айтамын, бұл қылмысты басқарып отырған, ұйымдастырып отырған аудан әкімі Айдарбеков пен оның орынбасары Қасбақбаев деп ойлаймын. Облыстық полиция басқармасының басшысы Бауыржан Алиевке дейін маған шабуыл жасау бойынша біледі. Бірақ мені 5 сағат қамағанын біледі. Бірақ маған шабуылға байланысты іс қозғалды. Бірақ осы жақында Бауыржан Алиевті енді ол кісі білу керек, іс тоқтатылды. Сонда бұл не? Бұның басында кім тұр? Неге тоқтатылады? Мен тағы да айтамын, маған шабуыл жасағандар күдіктілер Әбдіханов, Егібаев, Қасбақбаев, Толқынов және басқалар. Бірақ оларды менімен беттестірмей, бір жылдан бері мені
полиция бөліміне шақырмай өздері жауып тастап отыр. Екінші мәселе тағы бір айтып кететінім, осы жақында бұл менің кемпіріме шабуыл жасай жаздады. Насырхан деген азамат, Абат селосының тұрғыны. Осы күнге дейін біз арыз жаздық, 2 ай болды, арыз қаралмай жатыр. Бізді шақырмай жатыр. Сонда бұны қалай түсінуге болады? Бұл жерде ұйымдасқан қылмыс тағы да жұмыс істеп жатыр деп біз ойлаймыз. Қылмыстық топ жұмыс істеп жатыр деп. Оларды жасырып отырған ойымызша полиция қызметкерлері, аудандық прокуратура бірнеше арыз жаздық. Біздің соңымыздан адамдар жүр, қорқытып жүр, үйге кеп пара беріп жатыр. 43 миллиондарыңды біз төлеп берейік деп жатыр. Ең соңынан келеді, біз көнбегеннен кейін мен кемпіріме шабуыл жасай жаздайды.